Соңғы айларда Азамат өте көп жұмыс істеді және уақыты мүлдем болмады. Тіпті өзіне де уақыт бөле алмай қалды. Бір сәтте Азамат тәртіп орнату керек деп шешті. Өзіне 15 минут бөліп қосымшаларды ашқанда есеңгіреп қалды. Осы 15 минут ішінде ол барлық істерін бітіріп тастай алады екен. Азамат қосымшаларды жүктеп алып, әрекет ете бастады. Ол тамаққа тапсырыс берді, тазалау компаниясын шақырды, гаджеттерді жаңартты, жиһаздарды жөндетті, шаштарын қидыртты, кино билеттерін сатып алып, тіпті кездесулерді бір ай бұрын жоспарлап қойды. Және мұның бәрі бірнеше қосымшаның арқасында. Фантастика, деді Азамат. Бұл біздің мүмкіндіктеріміздің аз ғана бөлігі, деп оған қосымшаның дауысы жауап берді. Менің атым AI-бек, мен Елім-ай компаниясының жасанды интеллектімін. AI-бек Азаматқа оның тек эксперименттік нұсқа екенін және толық нұсқасына оның жасаушыларына да көптеген басқа компанияларға да қаржыландыру жетіспейтінін айтты. Азамат ойланып қалды. Қазақстандағы IT саласының әлеуеті өте зор. Дамуға дұрыс көзқараспен біз әлемдік деңгейдегі қосымшаларды өз елімізде жасай аламыз. Сондықтан Азамат өзінің IT компаниясын құруға шешім қабылдап, команданы жинаудан бастады. Біраз уақыттан кейін ол қазақстандық үздік мамандарын жұмысқа тарта алды. Өйткені оның компаниясының тегін тұруы, тамақтануы, абонементтері және әрине жоғары жалақысы болды. Команда Азаматты сәтсіздікке ұшыратпады. Бірнеше айдан кейін олардың ауылдардан дрондармен азық-түлік жеткізу қосымшасы бүкіл әлем бойынша беделді марапаттарға ие бола бастады. Технологиялар бұл біздің болашағымыз, ал оның құрушыларына көмектесуіміз міндет. Бізге қазақстандық қосымшалар не үшін керек? Әне Instagram мен WhatsApp бар. Не қыламыз бұл айтишниктерге төлеп? Одан да менің бүкіл несиелерімді жауып тастағанда ғой. Ақшаны босқа құртпай. Азамат күн сәулесінің астындағы лайықты демалыстың уақыты келді деп шешті. Бұл жолы қайда барады екен?